Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге құрамына дрожж қосылмайтын және сода қосылмайтын үй жағдайында 20 минутта дайын болып шығатын пияз нанның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Қайнап тұрған ыстық бір бокал суымызға дәміне қарай тұзын салып жақсылап тұрып араластырамыз. Су міндетті түрде қайнап тұру керек. Және оның үстіне сұйық майымызды құямыз. 30 грамм сұйық май құйсаңыздар жеткілікті. Осы үш қоспаны жақсылап тұрып араластырамыз. Таза ыдысымызға електен өткізілген ұнымызға суымызды 2-3 мәрте қайталап құямыз. Яғни бірден құюға болмайды. Ең алдымен лопаткамен араластырып алыңыздар, себебі біздің суымыз ыстық, сол себепті қолымыз күйіп қалады. Ең алдымен барлық суымызды тауысқанша лопатканың көмегімен басы біріккенше араластырасыздар. Содан кейін барып қолдың көмегіне жүгініп жұмсақ қамыр илейсіздер. Ыдыстан алып столымыздың үстіне қойып, ары-бері иін қайырып тұрып илесеңіздер, қамыр өте нәзік, жұмыс жасауға да өте ыңғайлы, жабыспайтын әдемі қамыр болады. Қамырымызды пакетке салып, кемінде 5 минутқа тындырып қойыңыздар. Қамыр өз-өзіне келуі керек. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге тек қана пияз қажет болады. Бұл жерде көк пияз пайдалансаңыздар да болады. Мен үй жағдайында өзіміздің күнделікті тағамға қосатын пиязымызды өте чұқа етіп турадым. Міндетті түрде чұқа болсын. Және пиязға тұз саламыз. Қара бұрыш салуға да болады, егер ұнататын болсаңыз. Мен жай ғана тұз салып, жақсылап тұрып араластырдым. 5 минут тұрған қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Сіздердің формаларыңыздың диаметріне байланысты, менің формамның диаметрі 24, сол себепті бар болғаны 3 қана бөлікке бөлдім. Ал сіздердің формаларыңыз үлкен болса 2 бөлікке бөлуге де болады. Немесе кішкентай болса 4 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Енді ол өз қалауларыңыз. Қамырымызды өте чұқа етіп жаямыз. Міндетті түрде қамыр өте жұп-чұқа болу керек, қағаз сияқты. Қамырымыз толықтай жайылып болғаннан кейін оның үстіне ерітілген сары майымызды толықтай барлық шетіне тигенше жағып шығамыз. Мен сары майым Щедрая лето 72%-дан жоғары майды пайдаландым. Негізі кез келген майды пайдалансаңыздар болады. Толықтай жағып болғаннан кейін рулет сияқты орап, пакетке салып 10 минутқа холодильникке қойып қойыңыздар. Морозильникке салыңыздар, міндетті түрде 10 минут тұрса жеткілікті. 10 минуттың ішінде біздің сары майымыз қамырға жағылып сіңеді, және бетіне кішкене ғана бір сыпыра ұнымызды сеуіп, жабысып қалмайтындай қамырымызды домалақ етіп жайып аламыз. Қатты чұқа қылмаңыздар, жыртылып кетеді. Орташа қалыңдықта жайсаңыздар жеткілікті. Міне видеодағыдай қалыңдықта жайсаңыздар жеткілікті. Міндетті түрде табаны қатты ысытып алыңыздар. Үстіне бір сыпыра майымызды жағып, көп емес бір сыпыра жағып, біздің қаттамамызды саламыз. Және оның бетін жауып қоямыз. Орташа отта пісіретін боламыз. Бір шетінің пісуіне шамамен менде 4 минуттай кетті. Және мен духовкаға салып та пісіріп көрдім. 2 әдіспен де жасап көрдім. Екеуімен де өте әдемі шығады достар. Орташа отта пісіресіздер. Міндетті түрде оттың асты орташа болсын, қатты болса күйіп, ортасы шикі болып піспей қалады. Шамамен 10 минуттың ішінде сіздердің пияз нандарыңыз толықтай пісіп шығады достар. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Өте дәмді, ыстық күйінде түгелдей желініп кететін рецепт. Міндетті түрде сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тегін рецепттермен бөлісемін. Сіздермен болған Назерке.